Сәлем достар, менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер, түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін менімен міндетті түрде фунчоза салатын дайындап көріңіздер. Өте тойымды, өте жылдам дайын болатын салаттардың бірі. Ең алдымен фунчозамызды бос құрғақ табағымызға салып, үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Суымызды құйып, бетімен біркелкі кетіп суын құйып аламыз. Табағымыздың крышкасын жауып қоямыз. Бір шетке сырып, енді салатымызға қажетті заттарымыздың барлығын алдын ала дайындап алдым. Осыларды тураймыз. Етімізді видеодағыдай етіп турап аламыз. Ұзынша етіп тураймыз. Видеомды соңына дейін қарап, пікір қалдырып өтіңіздер. Мінекей етіміздің барлығын турап алдық. Енді көкөністерімізді тураймыз. Болгар бұрышы. Барлық қажетті заттарды төменге описание бөліміне жазамын. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Арнамда басқа да салаттың түрлері бар. Сол салаттарды да жасап көрсеңіздер болады. Комментарийға қандай салаттардың рецепті қажет екенін жазып өтіңіздер. Алдағы уақытта сол салаттардың рецептімен бөлісетін боламын. Екінші қызанағымызды да ұзынша етіп турап аламыз. Барлық көкөністерімізді ұзынша етіп тураймыз. Енді сәбізімізді үккіштің көмегіменен осылай өткізіп аламыз. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша егерде көкөністерді көптеп қаласаңыздар, көбейтіп қосып турасаңыздар болады. Мінекей сәбізімізді үккіштен өткізіп болдық. Енді етімізді қоруға пиязымызды ашып тазалап тураймыз. Жіңішке етіп турап аламыз. Мінекей пиязымызды да турап алдық. Енді қиярымызды видеодағыдай етіп, ортасынан бөліп, осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Мінекей барлық көкөністерімізді турап алдық. Енді қызып тұрған табамызға майымызды құйып, ет және пиязымызды қорып аламыз. Қызып тұрған майға етімізді салдық. Жақсылап қызарғанша қорып аламыз. Енді үстінен пиязымызды саламыз. Пиязымызды кішкене қызарғанша жақсылап қуырамыз. Баяу отта қуырыңыздар. Енді осындай чесноктың дәмдеуші болса, аздап қосып қуырып жібереміз. Немесе чесноктың өзін болса, өзін майлап турап қоссаңыздар болады. Өте әдемі дәм береді. Үстіне қызарту үшін кішкене қасық томат қосып жібердім.
Енді үстінен болгар бұрышын салып, бір-екі рет араластырып, оның үстінен сәбізімізді салып, араластырып қуырып аламыз. Мінекей дайын болып қалды. Енді жаңағы суға құйып алған фунчозамызды судан алып, осылай қайшының көмегіменен кесіп шығамын. Жеуге ыңғайлы болу үшін осылай кесемін. Енді үстінен жаңағы қоспамызды салып, оның үстінен қиярымызды және қызанағымызды салып, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Осындай чим-чим дәмдеуішін пайдаландым. Для фунчоза дәмдеуішін пайдаландым. Және дәміне қарай тұз, аскөктер сеуіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей, араластырып болған салатымызды жарты сағатқа қойып қоямыз. Барлық дәмдеуіштер сіңгенше, одан кейін тарелкаға салып ұсынсақ болады. Нәтижесінде міне осындай өте керемет салат дайын болды. Дәл мен ұсынған рецепт бойынша кішкентай тарелкадан 7-8 тарелка салат шығады. Ас болсын, қолдауларыңызға рахмет.